Сәлем достар, қош келдіңіздер. Ақылды желі және IoT YouTube каналына сіздермен бірге мен Амантұр Амангелдіұлы. Бүгінгі тақырыбымыз басқару заңдары және реттеуіштер. Бұл өткен видеолардың тобының жалғасы болып табылады. Негізгі ұғымдар: есеп, модель, басқару заңы, цифрлық автомат, реттеуіш, сигнал, импульстік сигнал, кіріс, шығыс. Біз бүгін бұл тақырыпта басқару заңдарын қарастырамыз. Олардың классификациясын, олардың схемаларын және мысалдар келтіреміз. Басқару жүйесі ол сигнал түрлендіргіші болып табылады. Негізгі басқару нысаны, мақсат осы басқару нысанын басқару. Не арқылы? Реттеуіш арқылы. Кіріс сигналы беріледі. Біздің басқару жүйеміз сол оператор, сол кіріс сигналын түрлендіреді. Басқару есебінің қойылуы өткен видеода келтірілген. Бүгін тағы да айтып кетейін. Негізгі мақсат басқару нысанын басқару нысанның өзін емес, оның модель сипаттап оны басқару. Ол басқару нысанының шеттік және бастапқы шарттар беріледі, сыртқы ұйытқу әсер беріледі, уақыт аралығы беріледі, белгілі бір период уақыт аралығында шектеулер беріледі, басқару шектеуі немесе күй шектеуі. Сосын сол басқару нысанының күйін біз датчик арқылы өлшейміз. Басқару нысанының біз өзімен емес, оның модельмен жұмыс істейміз, оны өлшейміз. Сосын кері байланыс арқылы біз оны ары қарай қайтадан береміз. Кері байланыс арқылы. Кері байланыс. Біз осы кері байланысқа басқару алгоритм және басқару мақсаты арқылы басқару сигнал қалыптастырамыз. Негізгі критерий беріледі. Басқару критерий ол басқару мақсат функциясында беріледі. Және сол басқару критерий негізінде біз басқару алгоритм құрамыз. Жалпы екі сигнал бар. Автоматикада ол аналог сигнал, ол табиғи сигнал. Сигнал 0 мен 1-дің арасында жатады. Кездейсоқ сигнал бұл негізінде. Біз соны алып, түрлендіріп, аналог цифрлық түрлендіруші арқылы біз оны цифрлық сигналға айналдырамыз. Сосын цифрлық сигнал деген 0 немесе 1. Жиын 0 немесе 1. Басқа сан жоқ. Осы жиынға айналдырып, сосын ғана оны біз өңдей аламыз. Мына жерде бар, жоқ, қосу немесе өшіру деген сөз. Автоматты реттеуіштің түрлері қандай? Сызықты және бессызықты болып бөлінеді. Бізде сызықты автоматты реттеуіштер деген пән бар, және бессызықты автоматты реттеуіштер деген пән бар. Сызықты автоматты реттеуіштерге пид реттеуіштер жатады әсіресе. Оның цифрлығы да бар, аналогы да бар. Аналогтығы да бар. Пропорционал, интеграл, дифференциал деген сөз. Бұрын есептеуіш машина, цифрлық техника пайда болмай тұрып, тек қана аналогты реттеуіштер қолданылған. Бұл пид реттеуіш іске асыру қиындау. Бұл күнделікті өмірге біздің тұрмыстық автоматикада кем, сирек қолданылады. Тұрмыстық автоматикада әсіресе қолданылатын релелік реттеуіштер. Бұны іске асыру жеңіл және қол жетімді. Бұлар бессызықты реттеуіштерге жатады. Оның екі түрі бар. Релелік реттеуіштердің Т және шим реттеуіші. Т реттеуіші уақыт кеңістігінде беріледі, ал шим импульстік кеңістікте беріледі, жиіліктік кеңістікте беріледі. Сосын тиімді реттеуіш бар, оптимальный регулятор. Бұлар іске асыру қиындау, есептеу алгоритмдер де қиын. Бұлар ракетаны, самолетті басқаруда қолданады. Үйде, тұрмыстық автоматикада да, өндірісте де қолдануға бермейді. Ол linear quadratic regulator және linear quadratic Gauss regulator. LQR бірінші тұрған бұл
детерминделген жүйелерге қолданылады. Ал LQG бұл кездейсоқ детерминделмеген стохастикалық жүйелердің регуляторы. Сосын қазіргі заманда заманауи регулятор ол ақылды реттеуіштер. Оның өзі екіге бөлінеді: анық емес және нейро реттеуіштер. Бұлардың барлығы PLK Programming Logic Controller арқылы іске асырылады. Өткен сабақта қарастырғанбыз біз үш басқару есебі бар. Ол анализ, идентификация және синтез есебі. Анализ есебі бұл кіріс беріледі, шығыс пен кіріс беріледі, оператор мен шығысты табу керек. Ал екінші есеп идентификация, кіріс пен шығыс беріледі, операторды табу керек. Үшінші есеп тек шығыс беріледі, кіріс пен операторды табу керек. Енді реттеуішті есептегенде қандай есептер бар? Әрине ең көп кездесетін идентификация және синтез есебі. Қазір оны жеке-жеке қарастырамыз. Осы екі есеп реттеуішті құрастыру есептеріне жатады. Екі есеп. Бірінші релелік басқару заңын қарастырайық. Бұларды жаңа айттым ғой, 5 сызықты реттеу заңы. Бұның өзі Т реттеуіштің график келтірген, оның Т реттеуіштің өзі екіге бөлінеді. 2 позициялық және 3 позициялық реттеу заңы. 2 позициялық реттеуде 0 немесе 1. Тек қана оң немесе теріс логика қолданылады. Ал 3 позициялық реттеуде оң да теріс те бірге қолданылады. Мысалы, мынау графикте тек қана оң бар немесе жоқ, бар жоқ. Мысалы, мынау тапсырма жасылмен берілген. Тапсырмадан плюс минус міне. Плюс U min, U max дейді міне. Оң жағынан, сол жағынан. Сонда бірақ міне мысалы. Мынау қызыл сигнал бұл берілген сигнал X шығыс сигналы, ал мынау розовый қызғылт сигнал бұл басқару сигналы. Мысалы, асып кетсе, мына жерде мынаған сәйкес, мына жерде деңгей шығыс реттелетін шаман деңгейі егер асып кетеді, егер біз оны жаппасақ, ашық тұр ғой, жаппасақ ол асып кетеді. Біздің тапсырмадан асып кетеді, тапсырмаға жатпайды. Сондықтан біз оны жабамыз, жапқаннан кейін ол түседі. Сөйтіп, мынау 0 мен 1-дің арасында көріп тұрсыздар, қайттан ашамыз. Себебі жапсақ, арғай жаба берсек, ол қайттан тапсырмадан тыс шығып кетеді. Сондықтан біз қайттан ашуымыз керек, қайттан жабуымыз керек, қайттан ашуымыз керек. Яғни ашып жауып тұрамыз. Реле бар, жоқ деген логикалық заң. Бұл 2 позициялық реттеу схемасы ғана келтірген. 3 позициялық реттеуде ашу, жабу және тоқтау, күту режимі бар. Тұрмыста үйде мысалы Аристон, шайнек, кондиционер, осының бәрінде де осы Т реттеуіш. Негізінен 2 позициялық реттеуіштер қолданылады. Ал өндірісте PID реттеуіштер қолданылады. Бұл жерде 3 параметр анықталады. Бұл жерде параметр идентификация есебі. Қандай параметр? КП пропорционал реттеуіштің параметрі, КИ интегралдық реттеуіштің параметрі және КД ол дифференциалдық реттеуіштің параметрі. Мынау 3 қосындыдан тұрады. Алдымен біз қателікті табамыз. Қателік деген шығыс сигнал менен тапсырманың айырмасы болып табылады. Оны біз минимумға ұмтылдыруымыз керек. Критерий минимум, минимизация. Сосын Е-ні тапқаннан кейін мына жерге қоя береміз. Е белгілі болса, Е атты көбейтеміз КП. Е ат тау, Д тау, интегралдау көбейтеміз КИ-ға. Плюс ДЕ, ДТ көбейтеміз КД-ға. Сөйтіп осы 3 коэффициент тапсақ, табу есебін параметр идентификация есебі деп атаймыз.
Бұны біз әдетте ең кіші квадраттар ма, метод наименьший квадрат, ең кіші квадраттар әдісімен табамыз. LQR реттеуіштері бұл тиімді реттеуіштерге жатады, оптимальный регулятор яғни. Бұлар іске асыру қиындау. Бұл ракета дәл есептерге арналғанда, мысалы ракета траекториясын, самолеттің траекториясын есептеу үшін сол. Мысалы беріледі басқару нысанының моделі, мынау дифференциалдық теңдеу, сосын басқару критерий беріледі G. Оны біз минимумға ұмтылдыруымыз керек, минимум. Сөйтіп табамыз U-ды. U деген басқару заңы. Қалай табамыз? Шешуі. Бірінші кезең, бұл U тең мына формулаға. Бұл формулада P деген матрица бар. P матрицасын біз Риккати теңдеуін шешу арқылы табамыз. Мынау алгебралық теңдеуді шешу арқылы біз P матрицасын табамыз. Сөйтіп мына жерге қоямыз. Ары қарай мына формуламен U басқару заңын табамыз. Бұл ең күрделі есеп, мынау қарастырған есептердің ішінде ең күрделісі бұл LQR. Мынау процесс графигінде есіктің ашылып жабылу реттейтін реттеуіштің процесі келтірілген динамикалық тәртіпте. Мысалы, мынау реттелетін шама игілік көтеріледі. Сосын мына жерге келгенде біздің тапсырмамыз ғой. Тапсырмадан асып кетеді. Сондықтан мына жерге келгенге міндетті түрде біз бір шешім қабылдауымыз керек. Яғни есікті ашамыз. Ашылған кезде ол қайтып түседі төмен. Мынау деңгейде қайттан оны жабамыз. Мына жерде ашамыз да қайтып жаппасақ, мынау төменге түсіп кетеді. Біздің тапсырма мына екі аралықта жатады. Содан қайттан жапсақ, қайттан ол көтеріледі да, сосын мына жерде кідіріс уақыты, время задержки дейді. Мына жерде біз күтеміз, күтіп тұрамыз. Бұл 3 позициялық реттеуіш болып тұр ғой. Кідіріс бар себебі. Содан кейін барып, мынау уақыттан кейін бұны біз егер осылай жалғастыра берсек, біз тапсырмадан асып кететін едік. Тапсырмадан оң көтеріліп кететін едік. Сондықтан біз оны қайттан есікті ашамыз, ашуымызға мәжбүр. Сосын мына жерге дейін ашамыз. Одан кейін егер жаппасақ, тағы да бұл төмен түсіп кететін едік. Соны қайттан жабамыз, жапқаннан кейін қайттан тапсырма. Яғни осы тапсырма белгілі бір аралықты қамтиды, бірақ нүктеміз бірнеше бір белгілі аралық. Сол аралықта ішінде ұстап тұруымыз керек біздің мақсатымыз. Ол үшін біз қосып өшіріп тұрамыз, атқарушы механизмді қосып ажыратып. Сөйтіп біз сол бір деңгейде ұстап реттеп тұрамыз технологиялық процесті. Жақсы, сау болыңыздар.